тіл оқулығына әңгімелер туралы зерттеулер мен Шыңжаң қазақ әдебиеті еңбегі әдебиет теориясы жинақтарына. Қазақта өзі батыр көп. Батыр көп болмаса осы байтақ даланы бізге кім сыйлады? Осы байтақ жерді кім сыйлады? Батыр көп болмаса ертең ұрпаққа осы жерді қорға, елді қорға деп біз қандай тәрбие береміз? Сондықтан да батырларымыз туралы, қазақ батырларының 1000 томдық жинағы шықса да ол қазаққа ешқандай кем болмайды. Себебі қазақ халқы өзінің әр төбесін қорғау үшін батырларын алғы шепқаттандырды және әрбір төбесінде сол батырлардың сүйегін ардақтап қойды. Енді мынау Сартоқай батырдың өмірбаянына тоқталатын болсақ, осы кітаптың қысқаша мазмұны мына орта жүздің керей тайпасының ішінде Сарбас деген ру бар. Бұл Сарбас осы Абақ керейдің қара шаңырағы деп аталады. Қара шаңырақта ұстаған ұл. Сол қара шаңырақтан шыққан батыр ұлдың сол кездегі атауы Сартоқай батыр. Сартоқай батыр. Сартоқай батыр шамаменен 1600 жылдардың ішінде мына жоңғарлар қазақ даласына алғаш кірген кезде мына Сарсу бойында ең алғаш рет шайқастарға қатысқан. Жоңғарлардың ең алғашқы легі осы Сарсу өзені бойында және қазақтарға тап берген кезде. Міне содан өзінің 95 жастық өмірінде аттан түспей ерлікпен күрескен қазақ батырының біреуі. Сол себепті де жаңағы осы Сартоқай батыр есімі тарихқа алтын әріппенен қалып бізге жетіп отыр. Әдебиетте Шәміс Құмарұлы деген үлкен жазушының, Қытай мемлекеттік жазушылар одағының мүшесі, үлкен жазушының Ер Жәнібек аталатын тарихи романында Сартоқай батырдың бейнесі суреттеледі. Сарбас руының шежіресінде осы кітап, осы кісінің өмірбаяны туралы баяндалады. Жалпы алған кезде тарихи тұлғаның тарихтан алатын орны ерекше. Алдыңғы күні ғана осы Алматы қаласында осы кітап тұңғыш рет қолға тиіп, сол жерде мынау орталықтанған кітапханалар жүйесі арқылы Алматы қаласындағы оқырмандарға жол тартты. Бүгін міне сәтіменен Астана қаласындағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі арқылы оқырмандарға жол тартып жатыр. Бұл жерде біздің мынау келген қонақтарымыздың ішінде де міне осы бір тарихи сәттің куәсі болып көптеген қонақтар келіп отыр. Мына Қайрат ағамызды ерекше шығаруымыздың бір мәні, бұл кісі өзі үлкен медицина ғылымының кандидаты, тарих және әдебиет бойынша, медицина бойынша қалам тербеп жүрген, халқына танылған үлкен тұлға, академик, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен құрмет орденінің иегері болған, әсіресе бұл кісінің қазақ емшілігі аталатын қазірге дейін 10 томдық еңбегі жарық көрді. Сөйтіп бұл кісінің еңбектері бүкіл шетелге танылды. Соның ішінде қазақ емшілігін дәріптеу, көпшілікке тарату жағынан және қазақ емшілігінің бар екендігі жағынан бұл кісінің қазақ халқына қосқан үлесі өлшеусіз. Міне осы бір тойдың куәсі болып отырған. Және де осында мына осы іс-шараға себепкер болып отырған мына орталықтанған кітапханалар жүйесі. Соның жаңағы мына ақпарат және тарату бөлімінің басшысы келіп отыр осында. Сәуле Арымтайқызы. Міне осы шараны ұйымдастырып Сағыныш Дүйсенқызы отыр. Және біздегі тағы бір ерекшелік міне жерде мына Алматы қаласы әркіп бөлімінен Астана қаласы, кешіріңіздер, осы жақындаған Алматы қаласын іс-шараны көбірек өткізіп беріп, сонда Алматы деп, Алматы мен Астана. Сол Астана қаласындағы әркіп бөлімінен Айгүл ханым келіп отыр. Демек бұл жерде бұл кісілер неге атап жатырмын мен? Осы бір тарихи сәттің куәсі болған Қайрат ағамызды, жаңағы мына Сағыныш, жаңағы мына Сәуле ханымды, Айгүл ханымды неге атап жатырмын дегенде, осы кісілер міне осы кітаптарды мәңгілік архивке алғалы отыр. Сондықтан да біздің қонағымыз аз емес. Мына жерде 22 кітапхананың өкілі отыр, мына жерде архивтің өкілі отыр. 100 жылдық архивке осы кітаптар қазір жол тартқалы отыр. Сондықтан да осы шағын басқосудың өзінде үлкен тарихи мән және сабақтастық бар. Сол себепті де Сартоқай батыр өзінің тарихта осы басып өткен Сарыарқа төсінде басып өткен жері осы Сарыарқаны қорғауға атсалысқан батыр болатын болса, бүгін міне халық жүрегіне қайтадан жол тартып жатыр. Сондықтан да біз ең әуелі осы кітаптың тұсаукесерін қиып алуға аталған тұлғалардан біраз азаматшыларды орталарға шақырамыз. Соның алдында тағы бір айта кетейін. Мына Қайрат аға екеміз өзі үлкен жақта мына Арымбет Алтайдан бірге туып өскен адамдармыз, аға бауырымыз, ғылым саласында да бірге жүрген адамыз.
біздің мына көптеген кітаптарымыздың ішінде мына Астана қаласы архив бөліміне тапсырылатын және осы орталықтан кітапханалар жүйесінің осы Бөгенбай даңғылы бойындағы кітапханаға арнайы тапсырылатын жаңадан шыққан бір топ кітаптарды айта кетейін деп отырмын. Неге Қайрат ағаны атап жатыр дегенде, мына жерде Жали Шәкенұлы мен Қайрат Айдарханұлының жарық көргізген Алтай алыптар деген кітап. Соның кейін мынау осы жақында ғана шыққан Шыңғыс ханның қарызы деген менің кітабым, Ханзаданың өлімі деген кітабым. Сосын арғы бетте мына 1970 жылы 38 жасында атылып кеткен Қызырбек Ораловтың Жыр күмбезі, сосын Жоңғар соғысында ерекшелік көрсеткен Жәнібек Бердәулетұлы жазылған Жәнібектің соңғы сапары кітабы. Сосын мынау Солтүкен балуан деген атақты Қытай мемлекетінің чемпионы қазақ балуан Солтүкен батыр кітабы. Сосын мынау қан кешкен Өралтай кітабы және өздеріңіз жаңағы бүгінгі куә болып отырған осы Сартоқай батыр кітабы. Осы кітаптардың бір данасы осы орталықтан кітапханалар жүйесінің осы бөлімшесіне және бір данасы жаңа Астана қаласының архивіне менің жеке сыйлығым ретінде алып келген дүниелері мыналармен бірге. Кітаптың жазылу тарихы менен жарық көру тарихына да қысқаша тоқтала кетейік. Осы мына қазақ ру тайпаларының тарихы деген атпенен мына Алаш тарихи зерттеу орталығында Алматы қаласында Қайролла Қабжелелов деген ағамыз 60-70 томдық еңбек шығарды. Және соның ішінде бір томы жаңағы Керей томы, бір томы Керейт томы, екі том жарық көрді. Кейін соның ізіменен біз қазақ ру тайпаларының тарихы Керей Сарбас бөлімінің осы Сартоқай батыр кітабын қолға алдық. Осы Сарбас руының жаңағы қазіргі биі болған өзі ғылым кандидаты, ғылым саласында жүрген белгілі тұлға, белгілі кәсіпкер Азамат Нұрмұрат Мұзарапұлы, орныңызда бір көріп қойыңыз. Осы Сартоқай батырдың есімі туралы арнайы кітап шықпады. Осы кітапты зерттесеңіз деп маған 2 жылдан бері қолқа салып жүрген. Мен басында мән бермей бұған жүре көрейік деп сөйтіп жүріп, соңғы осы 1 жыл ішінде бұған қатты мән беріп, осы кітаптың жазылу себебіне осы Нұрекеңнің ерекше себепкерлігі болды. Соның бұл кітаптың жарық көруіне жаңағы Сарбас ата Сартоқай батыр қоғамдық бірлестігі деген бірлестік бар. Президенті Әсетхан Жабақан деген азамат. Сол кісілер бұны қаржыландырып жарық көргізді. Енді бұл кітаптың жаңа осы ғылыми саралау жұмыстарына осы кітап жазылып болғаннан кейін, кітап жазылғанға дейін осы кітапқа ғылыми жақтан жетекшілік еткен азаматтардың біреуі жаңа осының өзінің көмегін аяған. Осында міне Қажымұрат Төлегенұлы деген азамат келіп отыр. Мына Бозоқ мәдени тарихи зерттеу орталығында бір бөлімнің меңгерушісі, өзі ғылым кандидаты, үлкен ғалым азамат. Осы азаматта маған осының ғылыми негізбен жазылуына, тарихи негізбен жазылуына, материалмен қамтылуына көптеген көмектер жасады. Кітап ресми түрде жазылып болғаннан кейін мына Қостанай университетінің профессоры Аманжол Күзембайұлы, тарих ғылымының докторы, академик үлкен ағамыз бар, мүйізі Қарағайдай, бүкіл қазақ білетін. Сол кісіге осы кітаптың қолжазбасын көрсетіп пікір алдық. Мынау енді ғылыми тарихи дүние болғаннан кейін сіз қараңызшы деп, ол кісі қарап шығып пікір жазып беріп, бұл кітапты өте жоғары бағалады. Сондықтан да осындай себептерге байланысты осы кітаптың жарық көру себебі осылай. Бүгінде міне ортамызға келіп отырған басқа да қонақтар бар. Міне жерде Ризабек деген журналист бауырымыз келіп отыр. Басқа да міне қонақтар келіп отыр. Осында бұйрықша міне жерде тағы бір қарындасымыз келіп отыр. Мына Талдықорған қаласынан. Сөйтіп қазіргі мынау бас қосуымыз шағын болғанменен Алматы, Талдықорған, Алматы облысы, Алматы қаласы, Астана қаласы, Ақмола облысы, солтүстік Қазақстан, жаңа Қостанай сынды осындай бір 3-4 облысты шарпып отырған осындай көлемді жұмыс. Сондықтан да бұл кітап әрине көпшілікке ұсынылғаннан кейін, оның енді ішінара мүмкін жаңағы кем-кетігі болуы мүмкін, бірақ көш жүре түзеледі. Алдағы жерде бұл кітап қазірше 500 данамен жарық көрді. Енді алдағы жерде Алла қаласа, бұл кітап 1 жыл өткеннен кейін қайтадан ішінара толықтырулар енгізіліп, және 500 данамен жарық көреді деп жоспарлануда. Неге десек, бұны біз ғылым саласына ұсынғаннан кейін, ғылыми қайраткерлердің институттардың кейбір айтатын пікірін біз қайтадан назарға алып, кейбір жерін әлде де толықтырып, әлде де байытып, ары қарай жарық көргіземіз деген ойдамыз. Себебі ғылыми еңбек солай байымаса, мысалы қазақ тарихы, Қазақстан тарихының өзі әрбір дәуірде 20-30 рет жазылды.
ең қысқа соңғы 30-40 жылымыздың өзінде Қазақстан тарихы 2 рет жазылды міне. 2 рет өзгеріске ұшырады. Демек, біздің тарихымыз толықтанып отырады, ары қарай тарихқа жол тартып отырады, көпір салып отырады. Ең бастысы осы түймедей сыйлығымызды түйедей халық пейіліне, көңіліне, мұрасына ұсынуға рұқсат етіңіздер. Шапалақ деген болмайды. Енді мынау кітаптың алдыменен тұсаукесерін өткізіп алайық, тұсауын қиып алайық. Жаңа Қайрат ағамызды таныстырып айттық. Қайрат Айдарханұлы, профессор, академик кісі, Мұрат Мұзарапұлы осы міне кітапты шығаруға тікелей жетекшілік еткен, осы кітаптың басқасында болған тарихи тұлға. Сосын Сәуле ханым сіз келіңіз, Айгүл ханым сіз келіңіз. Тағы да жаңа бір ағамыз бар еді. Ардақ, мен Айгүл деп неге шатысып кеттім. Осы қыздардың бәрі ай мен күндей болып көрінеді, есімінен жаңылып боламыз. Иә, Ардақ. Жігіттердің ортасында тұрмыз, жігіттердің бәрі жатыр, қыздар бар. Тағы жаңа бір үлкен ағамыз бар еді Мына Бекжан деген ініміз сен де кел. Мына Бекжан ұлы жүз сіргелі руынан келіп отыр, Ретшібек батырдың тұқымы арнайы келіп отыр міне. Өйткені мына осы Сартоқай батырдың үлкен нағашысы осы ұлы жүз. Сондықтан да мына Бекжан бауырымызды да осы жерге арнайы тұсаукесер алдыға шақырамыз. Алып бастаймыз, баптысын. Ұзақ өшпесін. Тарих толыға берсін. Ой, міне, қандай кісілер қиып жатыр. Ең бастысы міне Астана қаласының әркібінен келуі, Астана қаласындағы бүкіл кітапханалар жүйесінің жаңағы тарату бөлімінің жауаптысы Сәуле ханымның келуі, Ардақ ханымның міне осы іске арнайы келуінің өзі осы кітаптың 100-150 жылдық, 500 жылдық тарих қалдырып жатқандығының қарапайым мысалы. Ал шапалақ соғыңыздар. Ал кітаптан бір-біреу алыңыздар енді. Ал бір фотоғасын. Қош фото. Басқа жақтан тұрған сияқты. Біз екеуміз көшеде жүрміз. Иә, міне орталықтанған кітапханалар жүйесіне ар жағынан ханымның ар жағына тұрады. Қыздарды қоршап. Міне иә, орталықтанған кітапханалар жүйесінде 22 кітапхана болатын болса, міне сол жауапты Сәуле қызды айта салайықшы өзі. 44 кітапты аманаттап жатырмыз. 200 жылдық әркіпке кетуге. Ал енді қабыл алыңыз. Енді оны қалай алып кету, қалай көтеріп кету өзіңізден енді. Енді мына неменеде сөз деген болады, бата деген болады. Бір ұлы үлкен белестер болып жатыр. Бұл тарихи егемендігіміздің арқасы деп есептейміз. Кешегі жоғалтып жүрген, болмаса жоғалып кеткен бабаларымыз қайта осы байтақ даламызды қорғап бізге 9-шы орында әлемдегі осындай сыйлап кеткен бабаларымыз. Неге біз аруақ сыйлаймыз? Осы батыр бабаларымыздың арқасында біз әзір әлемде 9-шы орында отырмыз. Осы кісілердің баталарымен, осы кісілердің аруақтар бізді қолдады. Бүгін міне азаматтар, қалам термейтін, тарихты терең өңіріп жүрген азаматтар ұрпақтары осы бабаларымызды міне тірілтіп, осының ішінде бірегей міне Жәдиш Әкім бауырымыз бүгін міне Сартоғай бабамыздың атамызды бүгін тірілтіп отыр. Бұның бұдан кейінгі өнегелі, ақылия, ұлтына істеп кеткен батырлығы осы бәрін ақырын осы кітаптан көреміз, ұрпақтарымызға айтып отырамыз. Бізден кейінгі ұрпақтар, біздің бабаларымыз осы жер бекер қорғаман екен. Осындай ұлы бабаларымыздың арқасында осындай болған екенбіз ғой деп түсінетін, тегімізді біліп жүретін боламыз. Сол үшін міне Жәке бірінші өзіңізге Алла риза болсын, ұзақ денсаулық шығармасын тілеймін. Екінші осы кітап ұжымына және осындай қолдап келіп отырған әрбір азаматтарға, сіздердің ұрпақтарыңыз кейін бабаларды ар жағын табатын, жазатын, үгіттейтін және осындай бабаларымыздың аруақ қолдап жүретін мықты азаматтар көп туа берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, көктіміз мәңгі желбіреп тұрсын. Рахмет сіздерге. Енді міне Астана қаласы әркібінен келіп отырған Ардақ қарындасымыздан да бір ауыз сөз тыңдайық. Өйткені міне сол әркіп жағдай қысқаша айта кетіңіз, соның кейін бұл кітапты қанша жылға сақтайтындығыңызды айтып кетіңіз. Астана қаласы архивында директор орынбасарым жариялағанды біраз білемін, біраз жұмыстар жасағанбыз жылдары.
сізге құтты болсын айтқым келеді. Осылай тарихымыз жаңа ақпараттармен тола берсін. Өйткені мен кеше сіз жазған кезде ойлаймын, қандай сұрақтар бар. Архивистпін да өзім. Былай көп ойландым. Енді бүгін келуіме сол себеп болып тұр, түрткі болып тұр. Енді бізге архивта бізде осындай зерттеу несі бар, кітапханамыз бар, зерттеу бөлімі бар. Осындай тарихи құжаттарды жинақтап, соларды зерттеушілерге жинақтап отырады. Енді мысалға қандай не болсын, бізге мысалы мектеп оқушылар болсын, аспиранттар, тарихшылар бәрі келеді. Осылай сіздің кітаптарыңызды ұсынып отырамыз. Содан кейін екіншісі, біз бұл кісіге ең алғаш келгенде айттым сізге. Сіз жеке қолыңыз бізге тапсырыңыз. Сіздің мына кітабыңыз шықты, ал жазбаларыңыз бізде өте құнды болып есептелінеді. Ол қолтаңба, ол түпнұсқа болып есептелінеді да, ол бізде аса құндыға жатады, аса құнды құжат болып есептелінеді. Сіздің қолыңыз, қай жылы жаздыңыз, қолтаңбаңыз бәрі болу керек. Сол кезде біз мынаны подтверждать етеміз. Ой, ол кісі бұл жазып кеткен деп. Сол ғой біз тарихты солай дәлелдеп отыратын архивтің өзінің сондай жұмысы бар. Сондықтан біз сіздің болашақта жеке қорыңызды ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Осы қорымыз және мына кітапханада қызметкерлеріне рахмет сіздерге. Сіздер де мына жаңа ақпаратпен толықтырып кетесіздер. Оқырмандарыңыз көп болсын. Сол сіздердің барлықтарыңызға осындай жақсылықтар, тарихи жаңағы ақпараттармен таныса берейік. Жаңа айттыңыз ғой, бізге бұл аз бұл. Бұдан да тың деректерге қолымыз жеткізесін. Рахмет. Міне Астана қаласы әкімінің басшысының орынбасары Ардақ Мұқашқызы өзінің жаңағы ыстық лебізін білдіріп, қымбат уақытын қиып, осы біздің жазбаларымыздың барлығын міне архивке алу туралы алдымызға келіп, өздері арнайы бүйтіп отырғандығы үшін сізге де көп рахмет. Ал енді мына Сәуле ханым, сізге бір ауыз сөз берейік. Сіз енді мына 44 кітапты қайда жібересіз? Өздеріңіздің мына жұмыс туралы қысқаша бір ауыз айтып кетсеңіз. Қоғамдық жүйесін толықтыру бөлімінің меңгерушісімін. Жалпы біздің кітапханаларға келетін кітаптарды қабылдап мен таратамын. Енді сіздің шығармашылықтарыңызға келсек, сіздің кітаптарыңыз бізде бар, біраз кітаптарыңыз бар, көп кітаптарыңыз бар. Енді мына осы 22 кітапханаға сіз бердіңіз, сол 22 кітапханалардың қолына барады осы кітаптардың бәрі. Ой, рахмет. Сізге көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Міне Астана қаласындағы 22 кітапханаға кетті Сартоқай Батыр кітабы, Алтын қорға алынды. Сіздерге де көп рахмет. Рахмет сізге. Енді мынау тойдың иелеріне де бір ауыз сөз берейік. Кім, Бекжан, сен сөйлейсің бе? Сөйлей берсін бе? Жаңа бір ағамыз келіп еді ғой, Жүкөй Батыр деген батыр болған сол. Жүкөй Батырдың немересі. Сосын келіңіз. Сөйле, екі ауыз. Жоқ, екі ауыз сөйлеп келгендеріңіз рахмет. Сартоқай бабамыздың осы бір аунап бүгін осы кітабын шығарып, кәкеңнің арқасында осындай бір керемет бір іс-шара болып жатыр. Өте қуаныштамыз. Жәли Шәкен ұлы жазушы, ғалым, мен өзім ғалым деймін, зерттеушілер негізінен ғалымнан асатын сөз жоқ шығар. Рахмет сізге. Осы Алматыдағы кітапханаларға 20-қанша кітапханаға, Астанадағы осы 20-қанша кітапханаларға соғыс сөйлеудің үлкен басшыларына келіп, осындай бір әдемі бір іс-шараны өткізіп жатырмыз. Өте бір қуаныштамыз. Әрқашанда осындай қуанышта бірге болайық өмірде. Атамыздың енді жоғы барынан кезінде кейіншінде жоғы көп болып кетті ғой. Соның барлығын аздап бірден ақылдап өстіп жарыққа көрсетіп кеткен жайы бар. Осындай Жәли Шәкен ұқсаған ғалымдарымыз аман болсын. Әрқашанда осы халыққа керек, халықтың қазынасына керек. Әзірге тірі жүрген менің болашақта өзі де қазына, бұрынғы қазынаны қайтадан қазып жаңа қазынаға шығарып жатыр. Енді оның арты енді Алла бір жамандығын бермес, тек қана жақсылығын беріп қуанып жүре беруге нәсіп етсін. Рахмет сізге. Әзірана Бейсен Қажымұрат Бәріміз үшін бүгін өте маңызды күн. Өйткені себебі
Сартоқай батыр деген енді қазақтың бұрынғы енді бір рудың ғана батыр емес, қазақтың батырлары көп мыңдап саналды ғой. Солардың біреуі. Соны осы кісінің жаңағы рухын қайта тірілтіп, қайтадан жаңағы халыққа осындай еңбек көрсету үшін ата бабасын кім қандай адамға тапсырады? Ол сенген, осының қолынан келеді деп есептеген. Яғни сенім артқан адамға тапсырады. Сол сенімімізді ақтап Жади ағамыз осындай жұмыс атқарып жатыр. Сол үшін сізге көп рахмет. Бұрын айтып жүрмін, аруақ қолдасын деп, аруақ қолдасын, Құдай қолдасын. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Сіз мына жаңа осы қорға келіп, осы кітапханаға келіп, жаңадан бір қазына кіргізді. Сіз өзіңіз жаңа бұрын бала күніңізде сіз өлең жазушы едіңіз, оны білетінбіз. Сіз тақпақ жазатынсыз, балалар туралы жазасыз, былай көркем шығармада, романды жазасыз. Енді міне одан кейін Оспан Батырдан бастап, Жәнібек Батыр бастап көптеген тарихи зерттеулерді жасайсыз. Өзіңіз енді 8 қырлы бір сырлысыз. Сондықтан сізге сенімді осыны тапсырғанымыз, осыны атқарып, осыны орындап бергеніңіз үшін көп рахмет. Енді осы жазарыңыз көп болсын. Мынау енді бастамасы ғана. Енді алдағы уақытта бұны оқиды, ел оқып не қылады, одан тағы да арға жалғастырады деп сенеміз. Рахмет сізге. Енді осы құтты болсын сізге. Рахмет. Сен таныстырып көрсеңізші бір ана журналист екен. Мен өзім таныстырсам, өзім Қазақпарат халықаралық ақпарат агенттігі деген агенттік бар. Солда істеймін, журналистпіз. Жаңа сол әшейін жұмыста отырып қалайды, нетіп таңертең нетпей қалыппыз өзі. ыңғайсыздау киініп келіп қалды ғой, сол үшін журналистер сөйтіп келеді негізінде деген сияқты. Содан енді келіп қалып жатырмыз. Атым Бейсен Сұлтан. Бейсен Сұлтан енді мынау қазаққа танымал болып қалған, қалыптасып қалған осы тәуелсіздіктен 7 жылдан оралған жас буынның өкілі. Жадия қадар кетті деген естіп артынан жүгіріп келгенбіз 2001 жыл. Сол кезде келген кезден әрі неменеде жататынбыз. Арабитауште сіздің үйіңізге баратынбыз, Ұларбекті іздейтінбіз деген сияқты. Баяғыдан танысып солай Жадия әкеміз, бір-бірімізді білеміз деген сияқты. Жадия ағаларды көріп, жаңағы әшейін тамсанып жүреміз де, шіркін ай осындай болсақ қойды. Өстер енді Ұшан теңіз еңбек сіңіріп жатқан бір ғой. Ұшан теңіз еңбек сіңіріп өзінің шығармашылығында дамытып жатыр, басқасында, ананда, мынанда қандай бір нәрсені бізде мысалы бір нәрсені үлгі алуымыз керек те. Мына сіздердің жолдарыңызды қуып жүрген міне Ұларбекті көріп жатырмыз. Ұларбек дәлейтін көбін тарихи нелер жасап, жаңағы президенттің несінен қолынан мақтау марапат алып жатыр. Сол енді артыңыздан еретін енді жігіттер көбейсін. Енді біз сол тамсанып қана жүріп жүрміз енді. Шіркін ай Жадидей болу керек еді деп. Біз бұрынғы шыққан құлақтай, сендер соңғы шыққан мүйізсіңдер, асатын буынсыңдар. Хаттар сөйлейді деген сіздің өзіңіз. Сол бала күнімде сол бірінші Жадия ағамыз сол хаттар сөйлейді деген ол кезде қайда 93-94-те бір демесін жылдырайды бала күнімізде. Таң қалып сөйтетін да не деген керемет әдеме жазғандар. Сол кезде бұл кісілер жаңағы сол ана жақтағы жағдайды өздеріңіз білесіздер ғой. Ол жақтағы жағдай енді былай не кез болды ғой. Қиын кез болды деп айтсақ та болады. Енді ол сауаты көп адам ашылмаған сол бұл кісілер жаңағы таңғы бәйшешек сияқты. Көктем ең алдымен қызғалдақ болады ғой. Сол құсап шыққан міне. Ары қарай жарып шықты да жарып, қардың арасынан жарып шыққан адамдар ғой бұл кісілер. Алтайдың ақ қарының ішінен. Енді осы жаққа келіп осы жақта да қарап жүрмей көп үлгі болып осындай жұмыстар атқарып жатыр. Сондықтан Жадияға сізге рахмет. Осы біздің атамыз деп енді айтамыз ғой енді, бірақ қазақтың атасы ғой енді. Сол енді әркім өз атасын айтады, бірақ өз атасы деген бөліну үшін емес қой, біреу үшін. Бірақ сол енді менің де атам оңай болған жоқ еді. Осындай ол егер мен өз ата бабамды көрсетпесем, ол кісіні кім көрсетеді деген сияқты әңгіме ғой. Баяғыда біздің ауылда бір кісі бар болатын, солдағы ылғи немене келсе бір жарыста ішіп алған кезде айтады екен де, мен тойда менің атым бәйгеден үшінші оқуды бірдемеден емтиханнан 87 алғам деген сияқты айта береді. Соның баласы екен, осыны неменеге айта бересіз, елден ұят емес пе десе дейді. Оны мен айтпасам ел қайдан біледі. Сол сияқты осы кісінің батыр екенін Жадия ағам айтпаса ел қайдан біледі. Осы Қазақстанда қорқып қалған мың батырдың біреуі. Соның қайтадан тірілтіп жатсыз. Сол үшін сізге рахмет, Аллах қолдасын. Рахмет. Ал енді Қажымұрат, Ризабек бір ауыз лебізін біріңдер. Ризабек, Қажымұрат бір ауыз. Бір ауыз. Қандағын тоқтатпа Қажымұрат. Өзіңізге көп рахмет. Бүгінне өзін таныстыр. Мен Ризабек Нүсіпбекұлы. Осы Сартоқай батырдың ұрпағымыз. Халықаралық Қазақпарат агенттігінде редактор жұмыс жасаймын. Енді
Сартоқай батыр туралы кітаптың жарық көруі бәрімізді қуантып жатыр. Құтты болсын. Осындай қазақтың батырларын насихаттап, қазақтың еліне, ұрпақтарға таныстырып жатқан өзіңізге мың мәрте рахмет. Сарбас руынан шыққан Сартоқай батырдың туралы кітапты жазылуы, оның үстінде бұл кітапты әйгілі Жәди Шәкенұлының жазуы біз үшін үлкен абырой. Бұл енді тарихта нақты дәлел екендігі, кім жазды дегенде Жәди Шәкенұлы жазды деген біз үшін үлкен абырой болады. Сол үшін өзіңізге көп рахмет. Ата бабамызды осындай тірілтіп, батыр бабамызды насихаттап жатқаныңызға сізге шығармашылық табыс тілеймін. Және де айтып жатыр ғой Бейсен, шынымен сіздің еңбегіңізді тәнті болып отырмыз. Біз жұмыста отырғанда да әңгімелесіп отырамыз арасында. Осы Жәди ағаның еңбекшілігін айтып, сіздің YouTube каналыңызда қазір көріп жатырмыз. Қазір YouTube өтіп кетті. Сіз қазір жастардың алдына өтіп кеттіңіз. Мынау әлеуметтік желі жағынан болсын, мынау YouTube каналыңызды жүргізіп, өзіңіз оқып әңгімелеріңізді салып жатсыз. Дикторлығыңыз да бар. Барлығы керемет. Осындай еңбекшіл болыңыз. Ары қарай сіздің еңбекшілігіңіз жастарға үлгі болсын. Соңыңыздан еретін жастар көп болсын. Рахмет. Мынау YouTube канал дегенде бір сөз қыстыра салайын енді, мына әңгіменің желісі болып. Жаңа заманның талабына сай YouTube каналды жүргізудің бір нәрсесі, мысалы бір кітап 500 данамен, 1000 данамен шығады екен, жұрттың қолына жететіні бар, жетпейтіні бар, оқитын оқымайтыны бар. Менің жақында осы бір жазған, осы өткен жылы ғана бір көптен бір әңгіме жазған Бөрінің асығы деген әңгімем қазір 55.000 адам оқыпты. 55.000 адам. Сонда қарап отырсаңыз, кітапты 5.000 данамен шығарасыз, ұзағанда, оны 5.000 адам көреді. Ал YouTube каналды бір жолда 55.000 адам оқу деген ол зор жетістік екен. Сондықтан да мен міне жаңа технология бейімделіп жатқан біраз жаңағы жігіттер мені рас мақтап жатыр. Қажымұрат жас ғалым жаңа айттық, мына өзінің тарих ғылымының кандидаты өз орнын алған, мына бозоқ мәдениеті неменесі толық айтшы айта алмай жатыр. Бозоқ музей қорығында қазір кеңесші болдым, өйткені ол жақтан шықтым. Қазір үлкен Бозоқ деген жоба жүріп жатыр, ол 400 гектар жерге салынады жақында. Иә, мына кімді ерекше айта кететін бір немене әңгіме бар бұны. Мына Қажымұрат екеуміз үнемі сөйлесіп тұрамыз. Бұл мына Қажымұраттың тағдыры қазақ тарихының қарапайым бір мысалы. Бұның туыстары тіке әкесімен бірге туысқан кісілер. Үш елге тентіреп кеткен. Үш ел. Қытай, Моңғолия, Қазақстан. Иә. Одан ары қарай Түркия, Еуропаны есептесек, Түркия, Швецияға кеткен туыстар бар. Сонда мына қазақтың бүкіл тағдыры осы бір жігіттің тарихының, әкелерінің тарихының, бұның әкесі жаңағы Төлеген Қажы деген кісі, Төлеген Қажының әкесі Күлмесхан деген кісі болды. Күлмесхан Әлімхан деген ағайынды кісілер болды. Осы кісілердің тағдыры енді өте мына Алтайдың алды артындағы күрес төңкерістерінің, ұлт азаттық қозғалыстарының құрбандарына айланған, мына қуғын сүргін репрессия құрбандарына айланған сондай бір үлкен тағдырлы тұлғаның ұлы және сол өзі тағдырлы аталарының жолын қуып өзі де еңбек етіп жатыр. Соның ішінде өткен жылы ғана осы 31 мамыр күні Жас Алаш газетінде осы айтылған тарихты қысқаша өзі жазды, тарих қылып. Сондықтан да бұл азаматпен мен үнемі сөйлесіп тұрам. Бұның енді мына бір ағасы мына Шуға қашып келген кісі 58 бе 9 қашып 63 жылы бір ағасына Шуға келген, оның өлі тірісін білмей, кейіннен осы тәуелсіздікке таяған 89 жылдар ғана білген. Қайтып жаңағы аталарының сүйегі Моңғолияда жатыр. Сондай бір қым-қуыт үлкен тарих, мына кино, түріктің сериалы, Кореяның сериалдары ұзақ телінер қызығына қарайсыздар ғой. Егер осы отбасының тарихын бір сериал қылса, бұл кереметтей бір тағдырлы отбасыдан шыққан азамат. Ал сөз өзіңде. Ал Жәди аға, біріншіден кітабыңыз, кітап құтты болсын. Ең бастысы бұл кітапты кез келген адам жазуында емес, сіздің жазуыңыз ерекше, өйткені сіз бір тақырыпқа терең мән беріп, оны көпшілікке жеңіл оқытатындай қылып, жеңіл түсіндіретін жақсы жазушы. Содан кейін жаңағы көп адамдар біраз жасы келгеннен ой біз үлкейдік қой, осындай болдық, жастайып қалдық деп араласпайды да жастардың ісіне. Бұл кісі үлкен емес енді, қазір жассыз, бірақ өте жас адамдардың қартайып тұрған жоқ. Андай өз жас сезініп, гені жас па, сондай ой жас көрініп сондай да бұл кісі. Қазір YouTube канал ашып жатыр, онымен монетизацияға шығады. Қазір ол деген үлкен табыс, былай елдер жұмыс істемей YouTube'пен айналысады қазір. Мен сізге жаңа түсіндіремін, менде канал бар өйткені. Сол енді сізге көп рахмет, Алла разы болсын. Осындай әрқашан
жолыңыз ашық болып отбасыңызға береке бірлік берсін. Енді Сартоқай батыр туралы мен өзім тарихшы болғаннан кейін қазіргі тарих факультетін бітірдім. Бұл кісі туралы 2015 жылдардан bestіп Нұру туралы қызығып іздей бастадым. Одан кейін әр жерден қарадым, архивтерден, жаңағы Омск, Новосибирсктің архивтеріне, одан атамның қолжазбалары бар үйде тұрған біраз. Солардың іштерінде енді соның бәрін жинастырған әлі жүріп жатыр. Біраз материалдар шықты, бұл кісі қолданды осы кітаптың ішінде. Енді бұйыртса алдағы уақытта тағы да шығады, өйткені Қазақстанның архивтері бай. Мен осы Астананың архивінде біраз жұмыс істедім. Қорғалжың өңірі бойынша өте көп ашылмаған деректер бар, карталар бар, көп нәрсе бар негізі. Шетелдің архивтерінде де, мысалы Францияның, Лондонның архивтерінде де қазақ батырлары туралы деректері бар негізі. Көп алдық, сол жақта кетіп қалған жәдігерлер бар. Сода үлкен құнды нәрселер бар. Осының барлығын іздеп бір тақырып бойынша іздесе көп нәрсе шығады, бірақ оған көп еңбек керек. Сол енді аға құтты болсын. Рахмет. Міне Қажы Мұраттың жаңағы тағдырын айттық қой, сонан мына Моңғолияда сапарлап жүрген кезде осы Қажы Мұраттың жаңағы Моңғолия жерінде қалған атасының басына барып мен арнайы Құран оқыдым, тарихи тұлғаларды. Сосын жаңағы әкесінің інісі Қабылқап Күлмесханұлы деген өте үлкен керемет жазушы болды. Шинжаңда бір кезде Тұманды дала деген тарихи повесть жазып, соныменен бүкіл аты мәшһүр болған азамат еді. Өмірі қысқа болды. Мен мың жас айтты, ұрпағы шығармасы жұрттың қолдауында, Алланың назарында жүр. Сондықтан да осы бір әулеттің тұяғы болды. Осы ғылым саласында сол аталарыңның рухын жаңғыртып жүрген саған да көп рахмет. Сені ұсынған деректер, сенің басқа да жазған деректеріңнің мынаған көбі сілтемемен кіргізілді. Себебі енді сенің әулетің сол ақсақалдардың біз шет жағасын көзіміз көрдік. Төлеген қажыменен тікелей сұхбатта әңгімеде болдық. Осы әулеттің сол тарихына бір үңіліп жүрген азамат ретінде мен өзіне де айттым. Осындай деп. Сөйтіп міне бүгінгі бас қосуымыз өз мәресіне де жетіп қалды, Сағыныш ханым. Енді басқа да бір музыкалық сәлемдер жоқ болса, басқа да бір айтатын сөздер жоқ болса, басқа да сөйленетін сөздер жоқ болса, осыны аяқтайтын мәреге жетіп қалған сияқтымыз. Сөйлейтін кісілер бар ма? Анау жаңағы ана кісі ал тағы да былай сөйлемей қалған кісілер бар ма? Мынау Талдықорғаннан келген қарындасымыз, сіз сөйлейсіз бе? Söyle verseniz de Çabuk söylesene. İyi. Al жарайды, бір ауыз лебізіңізді айтыңыз. Мына жәде ағаның жерлесімнен әрі бастап келем. Кішкентай кезімнен осы кісінің кітаптарын оқығаннан кейін айтты ғой жаңа бір кісі тақпақтарын бала кезімізде бастауыштан осы кісімен әбден қалыппыз. Енді бұл кісіні іздеп жүріп әйтеуір телефонға ютубтан қарап жайып осы кітаптарын шығармаларын көп қызығып оқимын өзім. Бүгін енді сәті түсіп Астанаға келгенде осындай іс-шара бір көрсеткен кітабын құттықтау үшін осы жерге келдім арнайы. Бұл кісінің жалғасты енді шығармашылық табыстарына тілектеспін. Рахмет. Енді мына осы Сартоқай батыр өзі аруақты батыр ғой. Кеше бір қызық жағдай болды. Бір азамат маған айтты, алдында айтып жүретін Алтай алыптар деген Қайрат Айдарханұлы екеуіңіздің жазған кітабыңыз бар екен, сол кітаптан біреу алсам деп сөйтіп жүрген. Сонан кейін кеше сол азамат тура біз жолға шығардың алдында тағы да звондап қалады. Ойбай, сіздің тағы бір кітабыңыз шығыпты, Сартоқай батыр деген. Соны да алсам дейді. Сен қайда тұрасың? Мен мына Теміртауда тұрам деп. Біз мына Нұрмұрат бәріміз Алматыдағы іс-шараны өткізіп осылай машинамен жолға шығып келе жатқанбыз. Сонан ойбай, онда Теміртаудан тастап кетейік, жолдан қай жерден күтесің десем, мен Теміртау деген знактың түбінде тұрам деп. Содан 3 сағат бойы күн суық, анау жігіт дір етіп сол жерде сол 2 тал кітап үшін, Алтайалықтар мен Сартоқай батыр үшін 3 сағат тұрды. 3 сағат. Енді мына қарындасымыз мені көрмеген, бір-бірімізбен былай кезікпегенбіз, танымағанбыз. Содан кейін аға, сіз қайдасыз, мен сізді көрсем, мынау кітаптарыңыз шығып жатыр екен, соны алсам деген, өзіңізбен сұхбаттассам деген ойым бар дегеннен кейін мен Алматыда жүр деп, мен онда Алматыға барамын деп маған сөйтіп жазыпты.
сосын мен айттым, жоқ, мен Астанаға бара жатырмын деп, онда мен де Астанаға бара жатырмын деп жазыпты. Осы Астанада бір құжаттар жұмысыменен. Соның Астанада осындай шара бар екен деп мен қуанып, міне қатысып отыр айтайын дегенім, жаңағы мына рухты батырлардың рухы, сол ұрпағына жұғысты болу үшін біреуін жаңағы анау Теміртаудан жолдан тостырып, біреуін Талдықорғаннан осы жерге әкеліп, мына оқырманға жол тартудың әртүрлі бір табиғи жолы, осындай бір тылсымат дүниеменен тілдесіп жатқандығында айтуға болады. Соның ішінде әр жерде хабарласып жатқан оқырмандар көп. Мына жерде міне ұлы жүздің өкілі жаңағы Бекжан Азаматты да айтып отырмыз. Маған айтады, Сартоқай батыр кітабыңыз құтты болсын. Ойбай, сен қайдан естіп қойдың деп сөйтсем айтады, ойбай аға, әлеуметтік желіден YouTube каналыңыздан көрдім деп. Сөйтіп мынау аруақты батыр Сартоқай бүгін халқымен қайта қауышып жатыр. Сіздердің назарларыңызға көп-көп рахмет. Бір ауыз сөз айтса бола ма? Сартоқай батыр туралы Әлихан Бөкейханұлының Шерпина экспедициясына барғандағы несінің ішінде бар, осы Сартоқай батырды келтіреді. Әлихан Бөкейханұлы Шерпина экспедициясына қатысқан ғой, 1909 жылы шыққан кітапта. Сол ішінде Сартоқай батыр бар. Алғашқы деректердің біреусін Әлихан Бөкейханұлы жазған. Қандай керемет, осының ішінде де баяндалады. Сартоқай батырдың жаңағы Қабанбай Бөгенбайдармен замандас болғандығы, Қаздауысты Қазбек бимен замандас болғандығы, бір-бірімен жаңағы өзара байланыста болғандығы сияқты кейбір тарихи деректердің четтері айтылады. Демек жаңағы осы бір қарапайым кітабымызға енген тұлғасының қазақ батырларының қатарына еніп, бүгін сіздердің қолдарыңызға тиіп жатқанына автор ретінде мен де қуаныштымын. Ел аман, жұрт тыныш болсын, баршаңызға Алла тағала бақыт күндерді нәсіп етсін. Тұра тұрыңыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын, бірақ біз әлі қоштаспаймыз. Бізге келген осындай ірі азаматтар өздерінің қолтаңбасын қалдырады. Сіз мына кітабыңызбен осы өтіп жатқан орталық балалар және жасөспірімдер кітапханасынан автор өзіңіздің қолтаңбаңызды қалдырсаңыз, келіп бері қарай. Жоқ, біз өзіміз жазыртыламыз. Бүгінгі күнде әнекей автор. Рахмет. Енді қазір тұра тұрыңыз, менің қолтаңбам деген менің жобам бар еді, сол жобаға өзіңіздің қолтаңбаңызды қалдырыңыз. Қай жеріне? Қай жеріне сіз не бастыратыңыз? Қай жеріне? Мына төбе жағын жақсы көруші едім, бола бере ме? Тұра тұрыңыз. Мына жерге жазыңыз. Қазір. Бүгінгі тестаны көріңіз. Бер жаққа. Авторға. Жеке өзім. Өзім.